Жаяу жүргенді жақсы көремін, бірақ кедей болғандықтан емес, жолға ақшам болмай. Алайда бұл факторды да елемеуге болмайды. Және күріш жақсы көремін. Ешқандай қоспасыз, жалаңаш күріштің өзімен қоректенген ұнайды. Әрине, етсіз, көкөніссіз құры күріштен кедейшіліктің дәмі шығады, бірақ маған жай күріш ұнайды. Таңғы 5-те тұрып жұмысқа барған ұнайды. Жаяу, бұл енді кедейшіліктің кесірі. Ақша табу керек. Күрішке. Қазірде жастар күні-түні 12 сағаттап жұмыс істейді. Бірақ тапқан ақшасының жартысы пәтер ақыға кетеді. Қалғаны тамақ, жол ақы сияқты күнделікті шығындарға жұмсалады. Уақыты да, ақшасы да өзіне, хоббиіне жетпейді. Әлеуметтік желілерде бәрі әдемі өмірді көрсетіп, қымбат кофе, киім, саяхатпен мақтанады. Ал шын мәнінде көбінің оған шамасы жоқ. Бұрын ата-аналарымыз осы жаста үй, отбасы, бала-шаға деп жүрсе, ал қазіргі жастар 10-шы латте кофесін ішкеніне мәз болуда. Одному знакомой я купила сейчас гранатовый латте. Что-то интересное. Көшеге шығудың өзі ақша. Үйден шықсан 2000 теңгең жоқ. Ал үйде отырсаң, интернеттен релстарды қарап отырып, тағы бірдеңе сатып алғың келеді. Немесе аяқ асты байып кетемін деп, ақылы курстар мен қосымшаларға тіркелесің. Ал алған заттарың бір рет қолдануға ғана шыдайды. Ал адамдар жалға өмір сүріп жатқандай. Бұл өмірде жеке меншік еленетін затың бар ма? Қымбат пәтер, әдемі автокөлік немесе бренд сөмке. Мұның бәрі әрбір адамның арманы. Бұл мақсаттарға жету қаншалықты қиын, қанша уақытты талап етеді? Неге бір күндік ләззат үшін өмір сүру керек? Әдемі кофе ішіп, эстетикалық өмір сүруге неге құмармыз? Мұның бәрі жалдамалы өмір ме? Қазірде жастар материалдық емес, эмоциялық ләззатқа ие. Бұл да қазіргі заманның өзекті тақырыбы ма? Ендеше осы сұрақтарды бірге талқылап, жауаптарын іздеп көрейік. Бейнероликті соңына дейін қарап, бұл шығарылым сізге ұнаса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Қазіргі таңда кеңінен қолданып жүрген ұрпақтар теориясының негізін қалаған Уильям Штраус пен Нейл Хоувс. Ұрпақтардың ерекшелігі мен айырмашылығын зерттеп қана қоймай, әр ұрпақтардың дамуын анықтаған. X ұрпағына 1963 пен 1984 жылдары дүниеге келгендер жатады. Ал Y немесе миллениумға 1981 мен 2000 жылғылар кіреді. 21 ғасыр басталғалы өмір сүріп жатқандар Z ұрпағына жатады. Олар ең алдымен білім алуға, мансап құруға немесе өз ісін ашуға бағытталады. Тыныш атмосфера, әріптестермен жақсы қарым-қатынас, еркіндік, қолайлы киім кию. Егер жұмыс тәртібі графиксіз болса, тіпті жақсы. Яғни ақшаны оңай жолмен табу жолдарын іздестіреді. Олар үй алып, бір жерде байланып тұрудың өзі жат нәрсе деп есептейді. Ел көріп, жер көріп, өмірден ләззат алуды мақсат етеді. Яғни тұрақтылық жоқ. Қазір жастар өз табысын көбіне кофе, эстетика, көңіл-күй көтеретін заттарға жұмсайды. Бұл қаржылық мінез-құлық бұзылысы деп аталады. Осылай кете берсе, болашақта қаржылық тәуелсіздікке жету мүмкін болмайды. Ал мүлік мәселесі жастар үшін өзекті. Қазірде Қазақстанда орташа жалақы 365 мың теңге делінген. Ал бір бөлмелі пәтерлер 16-18 миллионнан басталады. Оны тек жалақымен жинау үшін 12-13 жыл уақыт керек. Әрі барлық табысты соған жұмсау шарт. Кеңес кезінде үй алу оңай нәрсе емес еді. Адамдар 10-15 жыл кезекте тұрған. Бірақ қазір үй алу мүлде қолжетімсіз болып кеткен. Соңғы 5 жылда жаңа үйлердің бір шаршы метрі 2 есеге қымбаттаған. Бұл тек Қазақстанда ғана емес, дамыған елдердің бәрінде жылжымайтын мүлік қолжетімсіз болып барады. Ақша құнсызданып жатыр. Сатып алу қабілеті төмендеген. Бұрын 1000 теңгеге көп нәрсе алуға болатын. Қазір сол ақша суға да жетпейді. Сондықтан 20 жаста үйі мен отбасысы жоқ зумерлерді кінәлауға болмайды. Бұл жаңа заман шындығы. Көп жастар пәтер жалдап тұрады. Бірақ өз үйім болсын деген арман бәрінде бар. Кейбіреулері тіпті ипотекаға кіріп, жөндеу жасап, өз үйлеріне көшіп алған.
Бүгінде білім алу бұрынғыдан әлде қайда қолжетімді. Онлайн курстар, түрлі бағыттағы оқу бағдарламалар көп. Бірақ соның өзінде бәсеке өте жоғары. Диплом болса да тәжірибе жоқ жастар жақсы жұмысқа тұра алмай жүр. X ұрпақтары кезінде интернетте дұрыс оқу мүмкіндігі де болмаған. Олар қалайда күн көру керек деген принциппен өмір сүрді. Ал Y пен Z ұрпақтары тұрақсыздыққа үйреніп қалған. Жұмыс ұнамаса бірден ауыстырады. Ұзақ тұрақтап қалмайды. Екеуі де ақша жинаудан гөрі эмоция мен спонтанды сатып алуға бейім. Көпшілігі үшін басты мәселе ақша емес, психологиялық жайлылық. Нельзя так много работать. Нельзя. Мы не лошади. Тегін печенье мен шай, жылы ұжым, йога және апта сайын психологпен кездесу. Кейбірі тіпті ресурста емеспін деп жұмысқа шықпай қалуы мүмкін. Не могу пойти работать. Почему? Я могу, Юля может, вы не можете. Почему? Ну, потому что есть такая проблема. Ну, я пришла... Эмоционалды күйзеліс пен жұмысқа зауқы болмау жиі кездесетін себеп. Мұндай трендтер менталдық денсаулықты сақтауға көмектессе де, кейде тәртіп пен жауапкершілікті дамытуға кедергі келтіріп, жұмыс таңдауға шектеу қояды. Доктор, у меня редкий случай. Аллергия. Аллергия на что? На работу. Ну, вот как идти на работу? Ну, прямо все тело пятнами покрывается. Инстаграмдағы шубалар, қымбат көліктер мен сән салтанат адамды шынайы өмірден алыстатып, несиемен өмір сүру жаңа норма сияқты. Жалпы сіз онлайн курстарға сенесіз бе? Қолжетімді курстарды қолданасыз ба? Немесе сапалы түрде ұзақ уақыт болса да офлайн үйренуді жөн көресіз бе? Жалпы өзіңізге қаншалықты инвестиция жасайсыз? Осы туралы астына пікірге жаза кетсеңіздер, бұл тақырыпты бірге талқылайық. Міне достар, қазіргі еркін заманның өзекті тақырыбы болған бүгінгі шығарылым да өз соңына жетті. Егер бұл ақпараттар сізге ұнаса, пайдалы болса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.